Тағы да үстіне суық су құямын. Бұларды бір литр. Бір литр суық су құйдым. Қатты толтырмаймыз. Жалпылама мінекей 2-3 литрлік банка даяр болды. Мінекей біреуінде қоспасын астыңғы жағына салдым, біреуінде қоспаны мінекей жаңа укроптарды ортасына салдым. Енді мен бұлардың аузын марлыменен басқа бекітпеймін. Мінекей крышкамен бекітемін. Аузы мінекей кесілген. Осыменен бекітіп қоямын. Тұз салған жоқпын. Өзі капустаның тұзы бар. Мына екіншісін осылай бекітеміз де, кейіннен осыны 2-3 күн тағы қоямыз. Мына тәрелкеге ашқан суы шығып, өзі отырады. Мына арасында жаңағы ағашпенен түртіп отырамыз, желін шығарып, одан кейін төгілген суы кенеге тәрелкеге түсіп отырса, біз тәрелкеден сол жаңағы суын жаңағы тәрелкеден өзіне құйып отырамыз. Осылай мінекей тесік, аузы мінекей ашық болды. Қалеген бозықты сыртқа шығып отырады. Осылай 2-3 орташа капустадан 2-3 литрлік банкаге толды, 2 банка. Енді 3 күннен кейін, бұл 3-4 күн осылай сақтап көреміз, ұстаймыз. Одан кейін барып дәмін татып жей беруге болады. Қазірдің жаңағы одан кейін холодильникке салып, салқын жерге қойып, аузындағы мына крышкасын ауыстырып, крышкасы аузы тесік емес, дұрыс осындай крышканы саламыз да, холодильникке және немесе бір салқындау жерге қойып қойсақ болады.